Сәлем, ардақты көрермен. Сізге сиқырлы әлемге қош келдіңіз демекпіз. Осы ертегіні тыңдағанда өзіңізді ертегілер елінде жүргендей сезінесіз. Егер сізге осындай ғажайып ертегілер ұнайтын болса, міндетті түрде арнаға жазылып, келесі сиқырлы хикаяны жіберіп алмаңыз. Ханшайым Аяланың жүрек жолы. Ертеде. Сиқырлы таулар мен терең көлдер мекендеген Күлтөбе атты елде Аяла есімді ханшайым өмір сүріпті. Оның көздері аспандай көгілдір, жүрегі мейірім мен батылдыққа толы екен. Ол жай ғана ханшайым емес, бүкіл елдің үміті, халықтың жүрегіндегі жарық сәуле болыпты. Аяла кішкентай кезінен ақ өзгелерден ерекше еді. Ол алтын сарайда өмір сүрсе де, ауылдағы қарапайым халықтың жағдайын жиі сұрап, оларға көмектесуге тырысатын. Бір күні елде тылсым бір түнек орнайды. Орманнан келген қара тұман бүкіл ауылды жауып, егін өспей, су тартылып, халық үмітсіздікке бой алдырады. Патша кеңесшілері мұны баяғыда қуылған сиқыршы Капараның қарғысы деп жориды. Аяла бұл туралы естіген соң, қорқақтамай, орманға жалғыз өз аттанады. Оның жанында тек бір сенімді серігі, атына дейін сөйлеуді білетін ақылды Ақбоз аты Ақтай бар еді. Жолда ханшайым түрлі сынақтарға тап болады. Орманда адастыруға тырысқан тұман жындары. Өзін өзі танып, жүрегінің шынайы ниетін көруге мәжбүрлейтін айнадан өткен шақ. Алау жандағы жалған дос кейпіндегі жылан. Әр сынақта Аяла тек батылдығымен емес, мейіріммен жеңіске жетеді. Ол тіпті зұлым сиқыршы Капарамен бетпе-бет келгенде де, қарумен емес, жүрекпен сөйлесіп, оның жастайынан көрген әділетсіздігін түсініп, кешіріммен қарауға тырысады. Капара ханшайымның шынайы жанын көріп, қарғысынан бас тартып, тұманды сейілтеді. Ормандар қайта жасыл желекке бөленіп, көлдер бұрынғыдан да мөлдірленеді. Халық қуанып, Аяланы тек ханшайым ғана емес, жүрек ханшайымы деп атай бастайды. Хош, ардақты көрермен. Ертегі сіздің көңіліңізден шықса, жүрекпен бөлісіңіз. Келесі сиқырлы хикаяны өткізіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыз. Сізбен бірге болған сиқырлы ертегілер әлемі.